Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен табада голенді қызыл әрі сочный қылып пісіруді көрсететін боламын. Духовкада піскеннен де дәмді болып шығады. Алдымен маринадын дайындаймыз. Дәл видеодағыдай барлық ингредиенттерді қосып араластырып аламыз. Араластырылған соусымызды голенмен жақсылап араластырып, кемінде 30 минутқа қойып қоямыз. Одан ұзақ ұстасаңыз да болады. Енді табамызға аздап сұйық май құйып, голендерімізді қатарлап салып шығамыз. Қуырыла бастағанда астын өте аз отқа қойып, қақпағын жауып 5 минут қуыратын боламыз. 5 минуттан соң голендерімізді аударып тағы да 5 минут қуыратын боламыз. Одан соң қайта аударып, 2 ас қасық су қосып, қақпағын жауып 8 минут қуыратын боламыз. 8 минуттан соң голендерімізді қайта аударып, ол жағын да 8 минут пісіретін боламыз. Голендеріміз барлығы 26 минут пісті. Енді тағы да аударып, 4 минутқа қақпағын жауып, қуырамызда түсіріп алатын боламыз. Голендеріміз пісті, барлығы пісуіне тура 30 минут қана кетті. Мен голенді ылғи да осы әдіспен пісіремін. Қалған табадағы майына кез келген гарнир пісірсеңіз болады, өте дәмді болып шығатын болады. Бұл голенді ысылай кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады, немесе толықтай суытып, холодный ретінде де ұсынсаңыз болады. Өте жұмсақ, бірақ езіліп кетпеген, толық қызарып піскен, өте дәмді голенді тек осылай пісіріңіз. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз, және басқа да видеоларымды жіберіп алмаңыз.